Үйде береке болсын, жолым ашылсын десеңіз. Береке тек ақшада емес. Ол үйдегі тыныштықта, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сыйластығында, адал еңбекте және жүректегі шүкіршілікте. Адамның жолы ашылып, ісі оңға басу үшін ең алдымен ниеті таза, еңбегі адал болу керек. Үйіңізге кірген әр күніңізді жақсы сөзбен бастаңыз. Таңертең оянғанда Аллаға шүкір айтып, жақындарыңызға жылы сөз арнаңыз. Себебі жақсы сөз жүрекке қуат, шаңыраққа жылулық сыйлайды. Үй ішінде ұрыс-керісті көбейтпей, кешірімді болуға тырысыңыз. Береке тыныштық бар жерге қонады. Табысыңыздың аз болса да адал болғаны маңызды. Адал ризықтың берекесі мол болады. Қолыңыздан келгенше мұқтаж жандарға көмектесіңіз, садақа беріңіз. Берген адам ешқашан кемімейді, керісінше Алла оның несібесін арттырады. Үйіңізді таза ұстап, артық реніш пен жаман ойдан арылыңыз. Тазалық тек сыртқы емес, жүректің де тазалығы. Ішіңізде қызғаныш, өкпе, жаман ниет болса, ол адамның өзіне ауырлық әкеледі. Ал кешірім мен мейірім жүректі жеңілдетіп, өмірге нұр сыйлайды. Ата-анаңыздың батасын алуға тырысыңыз. Үлкендердің ақ батасы адам өміріндегі ең үлкен рухани күштердің бірі. Егер ата-анаңыз арамызда болмаса, олар үшін дұға жасап, жақсылығын еске алып жүріңіз. Дұғаны үзбеңіз. Қандай қиындық болса да, үмітіңізді жоғалтпаңыз. Әр сынақтың артында жеңілдік бар. Сабыр сақтап, әрекет еткен адамның еңбегі міндетті түрде жемісін береді. Өзіңізді өзгелермен салыстырмаңыз. Әр адамның несібесі мен сынағы әр түрлі. Өз жолыңызбен сенімді жүріп, бүгінгі күніңізді кешегіден жақсы етуге ұмтылыңыз. Кішкентай жетістіктердің өзін бағалай білген адам үлкен жетістіктерге жетеді. Үйде Құран оқылып, жақсы әңгіме айтылып, күлкі мен мейірім көбейсе, сол шаңыраққа береке қонады. Балаларыңызға жақсы тәрбие беріп, өзіңіз де жақсы үлгі болыңыз. Себебі береке ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын ең үлкен байлықтардың бірі. Есіңізде болсын. Береке іздеген адам алдымен өз мінезін түзейді, жолы ашылсын деген адам әрекетін өзгертеді. Жақсылық жасаңыз, адал еңбек етіңіз, шүкіршілік айтыңыз, дұғаңызды үзбеңіз. Сонда үйіңізге тыныштық, жүрегіңізге қуаныш, өміріңізге береке келіп, жолыңыз ашыла түседі. Алла әр шаңыраққа амандық, молшылық, тыныштық пен береке нәсіп етсін. Әр бастаған ісіңіз сәтті болып, адал еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Ниеттеріңіз қабыл болып, өмірлеріңіз нұр мен жақсылыққа толы болсын.